Сәлем достар, бүгін сіздерге керемет құралдарды көрсеткім келіп отыр. Бұл құралдар не деп ойлайсыздар ғой? Бұл құралдар біздің қазақтар қыстай терезе жумайды, дұрыс па? Енді жаздай үйдің терезелерін жуыңыздар. Сол үшін мыналарды алыңыздар. Бұлардың оптом бағасы не бар? 550 теңгеден. Екіншісі бар, керемет сықиған түрі. Бұл деген бізде 800 теңгеден. Бұның жақсы жері, біз сіздерге күштен лайфхактар айтып кетейік. Мына жерде ішіне су құясыздар, жаңағы құю керек, ішіне құятын заттарыңыздың бәрін құясыздар. Одан кейін шашып осылай істейсіз. Одан кейін міндетті түрде терезеңіз тап-таза, керемет болып шығады. Одан кейін енді терезеңіз білмеймін, ар жағына біреу келіп қарап тұрмаса, керемет болады. Одан кейін міндетті түрде терезе жудыңыз. Терезе жуғаннан кейін енді ыдыс жуу керек. Ыдыс жуу үшін мынандай керемет тряпкаларды алыңыздар. Бұлар оптом бағасы 120 теңгеден. Ойлаңызшы, 120 теңгеге мыналарды алып аласыз, ыдыстарыңызды сықитып жуасыздар ғой. Одан кейін енді үйдің бәрін тазаладыңыз. Тазалап болғаннан кейін мына машинаны жумаса болмайтын шығар. Үйде лас болып жатқан машинаның бәрін тазалап алыңыздар. Бұлардың бағасы 250 теңге тұрады. Оптом бағасы 250 теңге. Не бәрі 250 теңге. Тапсырыс беріңіздер, алыңыздар, көріңіздер. Сапасы өте жақсы. Машинаның кез келген айғызын, кез келген ласын бәрін тазалайды. Енді мынандай керемет құрал бар. Яғни бұлар не істейді деп ойлап тұрсыз ғой. Бұл құрал бізде тамақтардың беті ашық қалған кезде, тамақтарымыз әр жерде шашылып жатып, бетін тряпкамен жауып, оны басқамен істемей-ақ, осындай күшті зонтиктарымыз бар. Бұлардың бағасы 800 теңге. Мен сіздерге қазір бұны ашып көрсетемін. Міндетті түрде қарап отырыңыздар. Бұл ашылғанда осылай тұрады. Ыдыстарыңыздың барлығын керемет етіп жауып қояды. Небәрі оптом бағасы 800 теңге. Тапсырыс беруге болады. Кез келген қалаға доставка жасап береміз. Міндетті түрде тапсырыс беріңіздер. Олай болса лайк басыңыздар және комментарий жазыңыздар. Және де сіздерге қандай тауар қызықты екенін жазатын болсаңыздар, келесіде біз сол тауарларды көрсететін боламыз. Олай болса сіздерді күтеміз.